Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видео дыбыстауымыз әнші Димаш Құдайбергенов жайлы. Әнің бірінші рет естіп отырмын. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқам, шыны керек. Менің атым Димаш. Жоқ, менің атым Димаши. Баян Мақсатқызы, Қытайда өтетін Айым Сенгер жобасына Қазақстанның атынан кімді жібереміз? Менің ойымша Жанар Дугалованы жіберейік, сол бірінші орын алатын сияқты. Мүмкін Димаш Құдайбергенов жібереміз? Сол жеңіп келер бәлкім. Нема, мен шақырдыңыздар ма? Бір Димаш деген сияқты болды. Кел, Димаш. Мен сіздерге айтайын, осы Айым Сенгер жобасына Қазақстанның атынан мен барайыншы. Мен сіздерге уәде беремін. Бүкіл қазақтың абыройын көтеремін, бүкіл Қытайды мойындатамын сол жақта. Мен барайыншы, өтініш. Не істейміз, Баян? Бала барғысы келіп тұр. Жібереміз ба? Енді былай көрейік. Димаш, сен Қытайға баратын болсаң, мына сөздерді білуің керек. Мысалға, нихау, гонжуа, суши және шише. Қандай шише? Ол енді шеше, оны кейін айтам. Ең басты Димаш Құдайбергенов Қытайға баруға дайын. Димаш, сен Қытайға барады деп естіп жатырмын ғой. Ертең Қытайда қандай тамақ жейсің? Мен ол жақта құрбақа жеймін. Ой, қош. Ойнап айтам. Әже, мен кетіп баратын Қытайға жейтін не бар, тез айтшы. Тез тамағын жеп кет, ауыз түйіп кет, ең болмаса. Аға, рахмет, әкел әже. Ойбай, әже, тірі тарақан салып жүрген не міне аға. Енді Қытайға баратсың, мынаны ішіп бер. Айналайын, жолың болсын. Аға, әже, асығыспын кетті мен, самолетта. Жақсы, жол ұзақ. Ана сумкіңе 3 рак сал жібердім. Соны жейсің жолда. Аға, жақсы, әже. Вау, Джекичан аға. Мә, саған Джекичан аға, киімдеріңіз қандай әдемі. Джекичан аға, етігіңіз китайский ау, е? Неге? Иш шығып тұр ғой. Үндеме. Сен менімен бірге жүр. Қытайға апарамын сен. Әлемді мойындататын боласың сен. Барасың ба? Не істейсің? Қой, мен Қазақстанда қалам, осы жақта жүре берем. Өй, сен Қазақстанда ешкім мойындамайды, барлығы бүйіріңнен түртеді. Менімен жүр деймін. Ой, қойыңыз. Одан кеттік, ет жейік, Джекичан. Мә, саған Димаш, мынау ненің еті? Жылқының еті ғой. Ай, қазақтар ненің етін жеу керек екенін білесіңдер, е? Ал біз қайдағы жоқ құрт құмырсқа жеп жүрген әлі. Мен де бүгіннен бастап жылқының етін жейтін болам. Ринат Заитов ағай. Ай, бетім. Сізге Қытайдан подарка. Мен сені жүрсін Ерман ағайға айтып берем.